Мынау құлпынай осындай болады. Ана парниктерге, теплицаға егетіндер, олар кәсіби түрде айналысады. Өзбекстан жақтағылар, Сарыағаш жақтағылар, мен білсем. Біз өзіміз жеуге арналған осындай егіп қойғанбыз. Мына жердің бәрі осындай құлпынай қалың болып өсіп кетеді. Біз енді көңнің орнына мынау аттың, сиырдың көңдерін, жаңағы тезектерін осы жерге мына көрініп тұрған шығар тастаймыз күзде, сол көктемде сіңіп кетеді. Былайша айтқанда құнарлы топырақ осыдан пайда болады. Бұның бізде май айының соңында уже пісе бастайды бұлар. Теплица одан ертерек пісіріп қояды. Ал солтүстік, мен Семейде болған кездерімде оларды анау шілделерде енді пісіп жатқан болады. Қазір мынандай ауа бұлт болып тұр. Естіліп жатыр ма? Найзағайдың дауысы. Бұл уақытта қоз құйрық шығады. Солай.